Сәлеметсіздер ме, құрметті әділқазылар. Мен Ұлытау облысы Сәтбаев қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияның 9-шы Б сынып білім алушысы Серік Әлия. Жобаның тақырыбы теректі әулие кешені мобильді қосымша арқылы. Бағыты туризм. География жоба мақсаты теректі әулие тарихи археологиялық кешеніне экспедициялық жорыққа шығу арқылы маңызды деректерді жинау. Жоба міндеті теректідегі тарихи мағлұматтарды жинақтап, өзектілігі ауқымды жерді талдау. Теректі әулие кешені туралы ақпаратты мобильді қосымшаға енгізу. Зерттеу тақырыбының өзектілігі қазіргі таңда көптеген тарихи кешендер, аймақтар көп адамға мәлім емес. Егер сол кешендерді сырларын зерттеп, оны толық жеткізе алсақ, адамдардың қызығушылығын арттырар едік. Болжам, егер теректі әулие кешенінің қыр-сырын аша білсек, оның тарихын көптеген адамдар қызықтыра отырып, еліміздің атын шығарып едік. Мобильді қосымша заманауи шығармашылық құрал. Компьютерлік графика саласы мамандарының көмегінсіз білім алушыға өз бетімен мазмұнды мобильді карта құрастыруға мүмкіндік береді. Мобильді қосымшаның ерекшелігі арнайы орнатуды қажет етпейді. Кез келген компьютерге дискіден жүктеле береді. Мобильді қосымша өте қарапайым, білім алушыға түсінікті, карталарды құрастыруға және өңдеуге арналған белгілі бір құралдармен жабдықталған. Қазіргі кезде таным әдістері көптеп кездеседі, бірақ ең тиімдісі көрнектілік. Карта географияда негізгі көрнектілік құралдарының бірі екені белгілі. Ал менің жұмысымды сыныбым оқу барысында материалды меңгеру үшін қолданады. Ақпараттық технологияның дамуы, ғылым мен техниканың көптеген салаларына енуіне байланысты карталарды құрастыру жүйесі қалыптасуда. Жобамды теректі өңірі жайлы бірқатар мәліметтер жинақталған Google Maps платформасын жасаған электрондық дербес авторлық құқығы қорғалған картам бар. Сілтемесін басу арқылы сайтқа кіріп, өзіңізге қажетті ақпаратты ала аласыз. Яғни ақпаратты сілтемесі бар адамдардың бәріне қолжетімді. Меніңше, заманауи электронды карта мектеп табалдырығындағы білім алушыларға да өте қолайлы. Сондықтан менің жасаған жұмысым қазіргі заманауи картографияның көрінісі деп есептеймін. Қарағанды қаласынан 445 шақырым жерде теректі ескерткіші бар. Жезқазған қаласы жағынан барсаңыз, шамамен 90 шақырым жүру керек. Теректі әулие тарихи археологиялық кешен. Ол тасқа қашалған суреттер, петроглифтер галереясынан тұрады. Бұл суреттер неолит дәуіріне жатады. Бірақ бұл жердің тарихи мәдени құндылығы тек суреттерде ғана емес, бұл жерде ежелгі адамдар мекен екенін дәлелдейтін жәдігерлер жеткілікті. Неолит дәуіріне жататын тұрақтардан бөлек, қола дәуірінде жататын қорымдар да баршылық. Ерте темір дәуіріне жататын қорғандар, тік және көлденең шахталардың қалдықтары да бар. Яғни бұл өңірде көне және түрлі минералдар өндірілгенін дәлелдейтін тарихи айғақтар шоғырланған. Сол айғақтардың бірегейі ол әрине тасқа қашалған суреттер, петроглифтер. Тастарда екі өршені түйелер, бұқалар, ешкілер, бұғы, жылан және жыртқыш аңдардың суреттері бейнеленген. Бірақ көбінесе мұнда жылқы суреттелген. Демек, ерте заманда жылқы қазіргі Қазақстан аумағындағы қолға үйретілген тағы бір аймақтаса керек. Сонымен қатар, екі ат жегілген арбалардың суреттері де бар. Суреттердің ерекше санатын түрлі геометриялық фигуралардың бейнесі жатқызуға болады. Кейбір оюлардың өзімдік мағынасы болғанға ұқсайды. Мәселен, тастарға кесе тәрізді ойықтар қашалған. Олар майшам жағуға пайдаланылуы ықтимал. Яғни теректі әулие құдайға құлшылық ету немесе құрбандық шалу орны болуы бек мүмкін. Негізгі теректі әулие туралы көптеген аңыздар бар. Мәселен, бірінде былай делінген. Ерте заманда бір данагөй кісі осы жерге келіп, тыным тапқан екен. Бір-біріне жасарыла жатқан тастар оны сүйектен өтетін желден, ал олар түсетін көлеңкеге аптап ыстықтан қорғайды. Жақын маңдағы бұлақтың суы шөлін қандырады. Содан бері халық бұл жерді келі жер деп санайтын болыпты. Ал осындағы бұлақтың суы емді қасиетке ие деген сенім пайда болады. Теректі әулие бұл аса үлкен археологиялық кешен. Көне суреттердің ежелгі адамдардың суреттері, өнері, жәдігерлерінің баға жетпес қазынасы. Бір қызығы, осы жердегі тастарға қашалған петроглифтер үш төбенің басында бір ізбен, бір сұлбамен салынғандай. Неолит және энеолит дәуіріне жататын тұрақтар ұлы даладағы адамзат тарихының көптеген мағлұмат береді. 20 ғасырдың 40 жылдары жүргізілген орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының жетекшісі академик Әлкей Хақанұлы Марғұлан теректі әулиенің алғашқы ғылыми сипаттамасын жасаған болатын. Шамамен 10 жылдан кейін 50 жылдары академик аталған петроглифтерді зерттеуді қайта жалғастырды. Алайда, теректі әулие жерінде әлі талай тарихи құпия сақталғаны хақ.
1990 жылдары Самашев жетекшілік өткен экспедиция атақты археологиялық ескерткіштерге кешенді зерттеу жұмыстарын жүргізді. Ал 2000-2004 жылдары Қазақстанның танымал археолог ғалымдары Канада және Италия мамандарымен бірлесіп, теректі әулие петроглифтерін кешенді зерттеуін қолға алды. Сонымен қатар, Талдысай тұрағы мен Айбас дарасы мәдениетіне жататын қола дәуірінің бірнеше қорымдары да зерттеу жұмыстары жүргізілді. Осы зерттеулердің арқасында теректі әулие жерінде орналасқан тарихи жәдігерлер әлемдік деңгейде танылып, адамзат тарихындағы тағы бір ақтаңдақ бетін ашуға мүмкіндік берді. Бұл әулиелі орында мысық тұқымдасына жататын жыртқыштар аңның бір түйір суретін көруге болады. Бұл ерекше бейне де қиялдан туған аңның өзгешелігімен таң қалдырды. Себебі ол ат пен мысық тұқымдас жыртқыштың қосындысының туындысы. Оратылған жіп-жіңішке құйрығы мен үш тұяқтан тұратын алдыңғы жағындағы аяқтары бұл образдың мәнін айқындап тұрғандай. Тастағы суретті аңның денесі жылқының денесіне ұқсас. Бұл салушы суретшінің шын қиялынан туған образ болса керек. Осы секілді петроглифтер Моңғолия мемлекеті мен Алтайдағы кейбір тас беттерінде кездескен екен. Бұл әулиелі орында мысық тұқымдасына жататын жыртқыш аңның бір түйір суретін көруге болады. Бұл салушы суретшінің шын қиялынан туған образ болса керек. Осы секілді петроглифтер Моңғолия мемлекеті мен Алтайдағы кейбір тас беттерінде кездескен екен. Осы жерден беймәлім суретте табылып, ғалымдардың ойын сан-саққа жүгіртті. Ол суретте бір шеңберден екі бөлек сызық шығып, біреуі солтүстік бағытқа қарай кетсе, келесі солтүстік күншығысқа қарай бет алған. Шеңбердің қақ ортасында қос өркеші бар түйенің бейнесі бар. Сызықтардың орта шегінде бұрын болып, қазір жойылып кеткен жануарлар. Қос крест белгісі мен төменгі туысында. Сызықтардың орта шегінде бұрын болып, қазір жойылып кеткен жануарлар. Қос крест белгісі мен төменгі тұсында адамның бейнесі пішінделген. Бір қызығы, осы секілді суреттердің еліміздің басқа да өңірлерінен кездестіруге болады. Мүмкін олардың астарында бір сюжеттерге негіз болған аңыз жатса керек. Осы мағлұматтарды қорытындылай келсек, теректідегі осы бір ғажайып петроглифтер көптеген адамдардың қызығушылығын арттырады. Қызығушылық артқан сайын, сол елге туристік сапар жасауды армандай бастайсың. Сол жердің тарихын, елін, тілін біліп үйренсең. Ал теректі ауданында осы бір петроглифтердің бар екені көбісіне мәлім емес. Егер жарнамасы жақсы жетілген болса, мүмкін бұл көне жазулар туралы көбісі біліп, танып, бізге әлі ашылмаған құпияны ашар. Әсіресе шетел профессор немесе археологтар зерттеулері тағы да көптеген сырларды ашып қалуы дәл мүмкін. Қазіргі туризм саласының дамуы уақыт еншісінде болып тұр. Жас ұрпаққа заманауи тұрғыда насихаттау, мобильді қосымша арқылы ыңғайлы болады деген ойдамын. Осымен менің жобам өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет.